Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін үнемдеу туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші үнемдеудің 4 әдісін айтайын. Ең бірінші ол есептеу. Өз шығындарыңызға басқаша көзқараспен қарағаныңыз келе ме? Оларды жазып, чектерді сақтаңыз. Сол кезде сіз қосалқы сатып алуға қанша ақша жұмсайтыныңызды көріп таңғаласыз. Кітапша алыңыз немесе үй бухгалтериясына арналған бағдарламаны жүктеңіз. Оған барлық сатып алу жоспарланған заттар мен міндетті шығындарды енгізіңіз. Коммуналдық қызмет ақысы, жұмыстағы түскі ас және тағы басқа. Құттықтағыңыз келетін туыстарыңыз бен достарының туған күндеріне қайта жазыңыз. Болжамды сомаларды көрсете отырып, сіздің ойыңызша шығынға келетін барлық болашақ оқиғаларды түгел енгізіңіз. Мүмкіндігінше жақын болашағыңыздың көрінісін ақшалай түрде толық жасауға тырысыңыз. Тек шығындарыңызды бақылау арқылы сіз өз бюджетіңізді үнемдеуге қол жеткізе аласыз. Екіншісі жеңілдіктер. Статистика бойынша жалақының көп бөлігі отбасы үшін азық-түлік пен тауарлар сатып алуға жұмсалады. Бұл шығындарды қалай үнемдеуге болады? Акциялар, сатылымдар қашан өткізілетінін біліңіз. Сондай-ақ сіз жиі кіретін дүкендердің пластикалық картасы болады, бонус карта. Сол да өте жақсы болады, маңымда да бар. Әдетте мұндай карталар ұсынушыларға 20%-ға дейін жеңілдік бере алады. Сондай кэшбэктер бар төлем карталарымен төлеу тиімді. Үшінші әдіс ол депозит. Банкте шот ашыңыз. Бұл ақша жинақтаудың тиімді тәсілдерінің бірі. Соның арқасында сізде күтпеген шығыстарға арналған бос қаражат әрқашан қолыңызда болады. Бірақ есіңізде болсын, жалақы алғаннан кейін бірден салым салған дұрыс. Өйткені сіз оны әлі жұмсап үлгермейсіз. Жеке капиталды басқару саласына мамандықтар ай сайын табыстың 10%-ын үнемдеуді ұсынады. Ең төртіншісі қарызсыз өмір. Қарызға ақша алмауға тырысыңыз, әсіресе кредит алуға асықпаңыз. Өйткені банктың пайыздары қайтаруыңыз керек болады. Асығыс шешім қабылдамаңыз. Өзіңізге ойлануға бір күн уақыт беру өте жақсы кеңес. 7 рет өлшеп, бір ретке істемекші. Ертең сіз мысалы аса қажет емес техниканы кредитке алуға шешім қабылдап, сол үшін ұзақ уақыт бойы ақша төлеуіңіз мүмкін. Өзіңіздің қаржылық мүмкіндіктеріңізге сеніп, еңбекке жарамсыз болған жағдайда қаржылық қауіпсіздік жастығына ие болу үшін ойлау қажет. Қарызға батпай, мүмкін сіз ай сайын белгілі бір соманы жинап, содан кейін ғана қажетті тауарды сатып алғаныңыз жөн болуы мүмкін. Егер де сізге осындай видео ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.